Ассаламалейкум қазақ елі. Бүгін міне мамырдың 12-сі 4-ші қалалық больницаға келдім. Аяққа операция жасатуға, жамбасқа, екінші аяғыма, травматолог бөлігіне. Енді Алла бұйырса, осы сол жамбасым нашар болып кетті ғой. Оң жамбасым былтыр осындай күйге түсіп жасатқам. Сол жамбасқа да қиын операция керек, күрделі операция ғой. Жамбастан сүйек қалмаған, рентген алып келдім. Снимкасын осыған 1-2 айдың ішіне дейін квота порталға отырып жасатам, Алла бұйырса. 70 000 кетеді. Бір көзді алдап тастағам, оны тиктокта бар, білетіндер бар. 2 ай бұрын, 3 ай бұрын көмек сұрағамын. Халықтан шығып, онда да просмотр аз болды да. Енді азын-аулақ көмектесті. Жаны ашитын адамдар, туысқандар көмектесті, оны жараттым. Енді көзге операция керек, ол күзге дейін, қысқа дейін Алла бұйырса оған 600-700 000 керек. Ең басты қазір мынаны жасатсам, жүріп тұра алмасам, больницаға жүре алмаймын ғой. Уже асқынып кеткен. Үйде қарап жатпай, суретім салып, контент жасап, тиктокқа жасап жатырмын, қарап отқан жоқпын. Аллаға шүкір. Сынақтан өтіп жатырмыз. 7 операцияны өттік. Енді қысқа дейін 2 операцияны өтсем, пенсиям жасатсам, Аллаға шүкір, чауып кетеміз әрі. Рахмет, бар болыңыздар, ауырмаңыздар. Енді сынақтан өте береміз әлі де.